Қайырлы күн оқырман, менің арнама қош келдіңіздер. Видео көрмес бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бүгін мен ағзаға судың 9 пайдасы жайлы сіздермен білген ақпаратымен бөлісіп отырамын. Ендеше тыңдаңыздар. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Олар: біріншісі, ағза тазарады. Түнде ағза демалып, қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға су ішу бұл процеске көмектесе түседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Екінші жайтын айта кетсем, көңіл-күй жақсарады. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоциялық жағдайына да жағымды әсер етеді. Су жүйке жүйесіне жанама әсер ете отырып, ашушаңдықты басады және ұйқыны ашады. Үшінші, жүрек жұмысына көмектеседі. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруларының ең кең тараған түрлеріне инфаркт пен инсульт жатады. Олар әдетте қандағы сұйықтық мөлшері аз болғандықтан қан ұйықтарының түзілуінен пайда болады. Жүйелі түрде аш қарынға су ішу қан тамырлар жүйесіне жағымды әсер етеді және инсульт қаупін төмендетеді. Төртінші кезекті айта кететін болсам, асқазан ішек жолы ауруларын алдын алады. Қыжыл немесе асқазан ішек жолының басқа да жағымсыздықтары көбіне асқазандағы жоғары қышқылдылықтың себебінен пайда болады. Егер аш қарынға уақытылы су ішсеңіз, ол қышқылды сұйылтады және жағымсыз сезімдерден арылтады. Сондай-ақ асқазан таңғы асқа дайындалады. Бесінші жайтты айта кететін болсам, ол зат алмасу жылдамдайды. Арықтағысы келетіндер немесе асқазан жұмысын реттегісі келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау маңызды. Егер ол жеткілікті түрде жылдам болмаса, судың көмегіне жүгінуге болады. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын 30%-ке арттырады. Алтыншы жайт, тері жағдайы жақсарады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінген қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайға мән беру керек. Бұл жерде ағзаның су тепе-теңдігін ұстап тұру маңызды рөл атқарады. Әйтпесе, тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Жетінші жайт, шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетіспесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына негатив әсер етеді. Сондықтан шашыңыз мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Сегізінші жайт, бүйрек ауруларын алдын алады. Бүйректердің сау болуы ағзадағы су тепе-теңдігінің қалыпты болуымен тікелей байланысты. Аш қарынға және күн бойы уақытылы су ішіп тұру зәр мөлшерін арттырады. Соның себебінен бүйректерде болуы мүмкін минералды сұйылады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуын алдын алуға болады. Тоғызыншы жайт, иммунитет нығаяды. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайымен байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурулардың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Құрметті оқырман, видео ұнаса, видео достарыңызға жіберіңіз. Күнде таңертең аш қарынға су ішуді әдетке айландырыңыз. Сіздермен болған Сәуле. Ал менің тыңдағандарыңыз үшін рахмет.